Сіздермен бірге Муха YouTube достар, бүгін біз Метель деген хоррор ойынды түсіретін боламыз. Бұл өте қорқынышты ойын. Бұны сіздер көрген шығарсыздар, Аликезет немесе Арманиден көрген шығарсыздар. Сіздер лайктарыңызды басып маған тіркеліп отырыңыздар. Актив көрсетіп отырыңыздар. Мына жерде отмычка бар екен, ал мен бастаймын. Нужно выбираться отсюда. Жерден шығу керек дейді. Шығамыз қорықпа. Мына жерлерде цирка құру керек. Мына жерде пик парт А, пик парт Б де. Бұл ағаш. Ал А болса ол анау басында тұратын заты. Мыняқта ештеңе жоқ екен. Календар ой, 14 деп. Мыняқта календар бар, бұны 2013 жыл. Мыняқта ештеңе жоқ. Мына жерде де ештеңе жоқ. Мыняқта да ештеңе жоқ. Түк жоқ қой мыняқта. Не бар осы мыняқта? О, молодец. Черт! Кто это там шумит? Так, Нужно поскорее. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Кешіріңіздер. Так. 9, 8, 7. Как оно? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кілтті алдым. Енді мынаяқтан изолентормен пиланы алу керек. Изолентормен мына доқты былайынан байлаймыз. И мынау қосылды. Так, мынау пилканы не істеу керек екенін білмеймін. Мыняқта ештеңе жоқ. Енді мына жерлерде ештеңе жоқ. Біз мына есікті ашуымыз қажет. 8, 7. Мына жерде бір жазу бар екен. 2012 жылы 1 айдың 10-шы. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этом жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату и попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты и обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я
Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх. Пока маньяк не вернулся, я надеюсь, что я нашел путь к бірдеңе. Яқта пароль это север, запад, восток, юг дейді. Бәрін түсіндім. Так, сонда мына жерде не? Мына жер 7, 8, 5, 4. Сонда 78, 54 қоя, 78, 54 болды. Бәрін түсіндім. Так, 78, 54. Әне ашылды. Өзім. Так, енді мына жердегі есікті аштым. Мына жерлерді көру керек. Бұл жерде ештеңке жоқ. Бұл жерде, мына жерде рукоятка бар екен. Рукояткамен біз мынаны былайынан алатын боламыз. Айналдырып, мынау гаечный ключті аламыз. Бұмен мынаны істейміз, по-моему. Оны былайынан Нанмет. Бұмен не істейтінекпіз? Ұмытып қаптым. Так. Түсіндім. Мама календарда алып, мама часть асын алып аламыз. А жерін. А деп қой, кешірім сұраймын. Б. Енді біз анан алдық. Енді кешірім басы керек. Мен ашамаймыз дебіз. Мынаншы сепочка дейді. Так, біз немен ашсақ болады. Достар, 1 минут күте тұрыңыздар. Достар, мен оралдым, менің анаяқта анам шақырып қалып еді. Енді жалғастырайық видеоны. Енді мынамен не істейміз біз? Пилкамен. Бұл пилка керек емес сияқты деп ойлаймын. Прайвердің сонда да мынаяқтарда ештеңе жоқ. Бочканы аша аламыз ба? Мынақты былайынан басамыз, бірақ анау ата деп қой, кешірім сұраймын. Маньяк кеп қалады. Оған дейін так. Черт! Что это за шум? Жаламайды екен, мынамен жалу керек бізге. Так, дверь закрыть. Мынаны кіру керек. Енді бесік жалуды бәрін мынамен ойды. Так, мынаны абала салайық. Так, байқап қалса. Мынаны сүй алман жербіз. Байқамауы мүмкін. Так, көрдім. Үлгердік. Так. Ештеңе байқамайды. Анау ашықты қой. Так, погоди-ка. Бұл байқамайтын сияқты. Что-то здесь не так. Бұл байқамайды. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Өкінішті. Бірақ заттардың бәрі қайтадан орнында тұр. Отмычкамен ашамыз. Және де тұрамыз да. Мынаны қосып, есікті ашатын боламыз. Жаңа елде бір зат түскенек сол не? Отвертмен де мына жерді ашамыз. Мынаны былайынан киркамыз дайын болды. Біз мына жерді ашу керек.
цепочканы. Так болған. Рычаг керек сізге достар. Рычаг керек. Сындыра алсам болады ма? Кто это там шумит? Мен емес. Так, дверь закрыть. Телефон подписать. И все. Бәрі орында деген адам. Сюрприз ба, братан? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да? Кеттім. Шыға берейін. Мақтан балтар езді. Қосамыз. Енді есікті ашамыз. Есік бізде ашылды. Енді біз мынау су ағызатын жерді былайынан ашамыз да. Ол мақта мынау бар екен. Мына суды ағызудың намысына бір зат шығатын еді. Суда ағыздық, ештеңе шыққан жоқ. Бірақ сонда да бәрі. Бізде мынау бар достар. Бізге не керек екен? Рычаг керек. Рычаг қаяқтан тапсақ болады екен. Рычаг мына жақта кетті. Рычаг мына жақта жоқ. Макс ба жақтым. Яқтан тұрам алым. О, рычаг таптым. Рычаг таптым енді. Так, мынамен мынаны жабуымыз керек. Жаптық и біз яқтан сразу лифтті шақыруымыз керек, достар. Дайынсыздар ма? Лифт включить. Ашылды. Нет питания. Дох. Питеміз да. И лифт. Что это за шум? Ағаш тұра мақта. Ағаш тұтса аша алмай кетеді. Мақтан лифт келе жатыр. Бол. 16 секунд. Бірақ бұндай секундтың ішіне келмейді. Сондай сол секундта келеді де ашалмайға жеткенді ғана жақта ағашты қойып қойып. Есік ашылды. Есік ашылса же болды. Бол. Бай-бай. Бай-бай. Маня. Где ты, черт возьми? Кеттім. Давай. Пока. Будь ты проклят! Ана Эмиль деген қыз бар еді, сол сияқты. Сол қыз ғой ол. Мен дәл осындай жермен кімнен көремін? Арманиден көрген болатынмын. Дәл сол жермен. Анақта да мен аптечка сияқты сол тұрғоймын. Дәл сол жерде. Эмиль емеп аты. Күт мені.
Мына қызық. Бай-бай. Қап, бала жаман қарсы. Вы сбежали от маньякари. Скриншот жасап алайық. Так. Бол. Достар, сіздермен біз енді мынау маньяктан құтылдық. Енді біз келесі бөлімде Эмилимен ойнайтын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен Муха YouTube, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Давай, сау болыңыздар.